Бесінші сабақ жай және құрама сан. Жай сан деп біз бірге және өзіне ғана бөлінетін сандарды айтамыз. Яғни бірге және өзіне қалтықсыз бөлінетін сандар. Басқа оның қалтықсыз бөлгіштері жоқ. Бұдан алдыңғы сабақтарда бөлгіш деген тақырыппен танысқанбыз. Сол кезде бірге және өзіне ғана бөлінетін сандарда ол жақта да бір сандар кездескен. Мысалы, бірге және өзіге ғана бөлінеді, басқа сандарға бөлінсе бүтін жауап болмайтын натурал сандарды біз жай сандар деп айтамыз. Оған мысал 2. 2-ні 2-ге бөлуге болады және 1-ге бөлуге болады. Болды. Оның басқа бөлгіштері жоқ. Оның бөлген кезде қалдықсыз шығатындай, мәні шығатындай басқа бөлгіштері жоқ. 3-ті де дәл солай, 3-ті 1-ге бөлуге болады, 3 шығады, 3-ті 3-ге бөлуге болады, 1 шығады. 5-те де дәл солай, 5-ге бөлуге болады, 1 шығады, 5-ті 1-ге бөлуге болады, онда 5 шығады. 7-ні 7-ге бөлеміз және 7-ні 1-ге бөлеміз. 11-ді 11-ге бөлеміз және 1-ге бөлеміз. 13-ті де дәл солай, 17-ті де дәл солай. Ол жалғаса береді, осылай жоғарылап кете береді деген сөз. Яғни бөлгіштер саны, ережені жазып қойыңыздар мұқият. Бөлгіштер саны 1 және өзі. 2 2-ге, 3 3-ге, 5 5-ге, 7 7-ге, сосын 1-ге. Барлығы 1-ге бөлінеді. 1-ге бөлсе көз шығады ғой. Және сол сандарды өзіне ғана бөле алатын сондай сандар жиынын біз жай сандар деп айтамыз. Жай сандар. Түсінікті ғой. Енді құрама сан дегеніміз бар. Құрама сан дегеніміз бөлгіштер саны 2-ден көп. Жаңа тек қана 2-ден тұратындарды көрдік. Бөлгіштер саны 2-ден көп болатын сандар олар құрама сандар деп айтылады екен. Құрама сандар мысалы 4. 4-ті мысалы 4-тің 1-ге бөлуге болады, өзіне бөлуге болады 4-ке және 2-ге бөлуге болады. 2-ден көп бөлгіші бар, яғни кем дегенде 3 болу керек екен. Көрдіңіздер ғой. Сонда оны біз құрама сан деп айтамыз. 6-ныңкі де дәл солай. 1-ге бөлуге болады, 6-ға бөлуге болады, 2-ге бөлуге болады, 3-ке бөлуге болады. 4 дана бөлгіші бар. Мысалы 8. 8-дің 1-ге бөлуге болады, 8-ге, 2-ге, 4-ге бөлуге болады. Осындай бөлгіштері бар. Яғни бұл сандарды 2-ден көп бөлгіші болса, біз құрама сан деп айтады екенбіз. Түсінікті ғой. Ал енді осы бүтін сандардың ішінде 1 дегеніміз жай санға да, құрама санға да кірмейді. Оны да есте сақтайық. 1 дегеніміз жай және құрама сан екеуіне де кірмейді. Себебі 1-дің бөлгіші болды. 1-ді 1-ге ғана бөле аламыз, басқа жоқ оның. Жай санда 2 дана бөлгіш болады, құрама санда 2-ден көп бөлгіші болады. Жай сан дегеніміз яғни өзіне және 1-ге ғана бөлінетін сандар. Ал енді бүтін сандардың 1-ден басқа ешқандай ортақ бөлгіштері болмаса, оларды өзара жай сандар деп айтамыз. Мысалы 12 мен 17. Бұл дегеніміз қалай? 12-нің бөлгіштерін жазамыз. Және 17-нің бөлгіштерін жазамыз. 12-нің бөлгіштері 1, 12, 6, 2, 3, 4. Дұрыс па? Ал 17-нікі 1 және 17. Бұл жай. 12 дегеніміз құрама сан, 17 дегеніміз жай сан. Екеуінде жалпы, екеуінде де қайталанып тұрған 1 болды. Басқа сан жоқ. Екеуінде бөлетін бірдей ортақ бөлгіші бар. Екеуінде де 1-ге бөлуге болады. Осындай сандарды біз өзара жай сандар деп айтамыз. Өзара жай сан. Яғни ортақ бөлгіші 1 ғана болады. Мысалы 6 мен 8-дікі де 6-ны 2-ге бөлуге болады, 1-ге, 6-ға, 3-ге бөлуге болады. 8-де де 8-ге, 1-ге, 2-ге, 4-ге бөлуге болады. Бұлардың ортақ бөлгіштері тек қана 1 емес. Міне 1, 1, сосын 2, 2. Ортақ бөлгіштері екеуінде де ортақ дегеніміз түсініп тұрсыздар ғой. Яғни екеуінде де ортақ болатын бөлгіштер бар. 1 және 2. Дұрыс па? 1-ден басқа сандар да бар. Яғни осындай да сандар болуы мүмкін, бірақ мынау сияқты ортақ бөлгіштері тек қана екеуіне де ортақ болатын 1 ғана 1 деген сан болса, 1 болу керек. Міндетті түрде 1 болса, ол өзара жай сандар деп айтамыз. Болды. Өзара жай сандар. Түсінікті ғой. Ал енді есепте шығаруға көшеміз.
есептер шығаратын болсақ, төмендегі сандардың арасынан жай және құрама сандарды ажыратып жазыңыз дейді. Түсініп алдық, қандай сандарды жай сандар, қандай сандарды құрама сандар дейтін. Ал кеттік. 2 қандай сан? Жай сан. 2-ге және 1-ге ғана бөлінеді. Ол басқа бөлгіш жоқ оның. 4 құрама сан. Себебі оныкі 3, 5 жай сан. 5-ге және 1-ге бөлінеді. Басқа сандарға бөлсек қалып қояды. 8 құрама сан. 10 құрама сан. 9 қалып кетті ортада. Ол да құрама сан. 11 жай сан. Себебі 11-ді 11-ге және 1-ге бөлеміз. Басқа бүтін бөлгіші жоқ оның. Бүтін жауап шығатындай. 14 құрама сан. Себебі 14 өзіне 1-ге бөлінеді және одан басқа 2-ге бөлінеді, 7-ге бөлінеді. 17 жай сан. 19 жай сан. 22 құрама сан. 31 жай сан. 35 құрама сан. 37 жай сан. 39 құрама сан. 40 құрама сан. 41 тексеріп көрейікші. 41 3-ке бөлінбейді. 41 жай сан. 43 жай сан. 49 жай сан. 51 құрама сан. 3-ке бөлінеді. 55 құрама сан. 65 құрама сан. 77 құрама сан. 83-те ше. 83 жай сан екен. Келесі 85 құрама сан. 93 дегеніміз құрама сан болады. Себебі 3-ке бөлінеді. 102-де 121 дегеніміз қандай сан болады? 3-ке бөлінбейді. 7-ге бөліне ма? 102 болды. 121-де құрама сан, дұрыс па? 121 149 мына жаққа кетеді. 153 ол 3-ке де 9-ға да бөлінетін сан. 165 5-ке бөлінеді, мысалы өзіне 1-ге және 5-ке бөлініп тұр. 177-ні көрейік. 189 дегеніміз 8 9 18 болады, құрама сан. 192 11 12 құрама сан. 203 яғни 203 пен 177-де құрама сан. 177 203. Ал енді мына жерде берілген сандар ішінен өзара жай сандар жұбын құрастырып шығыңыз дейді. Өзара жай сандарды қалай құрастыратын едік? Өзара жай сан дегеніміз, яғни бөлгіштері, ортақ бөлгіштері бірден басқа ортақ бөлгіші болмау керек. Дұрыс па? 15-те барлығын кім біліп алуымыз керек қой негізі. 15-тікі 3 5 сосын 15 пен 1. Енді барлығында бар ғой. 18-де 3 пен 6, 25-те 5 пен 5 болады, дұрыс па? 28-де 4 пен 7 және 2 мен 12. Сосын өздері бар. 37 қандай сан болды жаңа? Жай сан болды, я? 37 өзі және 1. Демек, мына жерде кез келген 37 мен жұптаса алады. Себебі оның екінші бір ортақ бөлгіштері бола алмайды ғой. Бұл жерде, яғни 37 мен 15 бола алады, 37 мен 18 бола алады. Себебі 37-нің бөлгіштері 37 және 1 ғана бола алады. 37 мен 25 болады, міне жұптар. 37 мен 28 бола алады. Себебі ортақ бөлгіштері 1. Жалғыз 1. 37 мен 28 болды, е? Енді ішінде тағы сондай сандарын қарастырайық. 25 пен 18 алуға болады екен. Көріңіздерші. Себебі 25-те 5 бар, мына жақта 18-де 3 пен 6 бар. Демек, ортақ
1 дегенден басқа бөлгіштер жоқ. Одан кейін 28 деді дәл солай. 25 пен 28 алуға болады. 15 пен 28 алуға болады, дұрыс па? 15 пен 28. Міне, осындай жұптар бар екен, өзара жайсандардың. Жайсан бойынша жоғары жақта қарастырып өттік. Келесі екінші тапсырмада теңсіздіктің жайсан болатын шешімдерін табыңыз дейді. Осы аралықтағы жайсандарды анықтауымыз керек екен. 123-тен 151-ге дейінгі аралықтағы. Түсініп тұрсыздар ғой, 123-тен үлкен болған. Келесі жазылатын сан, яғни 123-тен үлкен болу керек. Яғни мынау санды алмаймыз. Сосын ең соңғысы 151 болу керек. Бұны да алмаймыз. Себеп мына жерде одан үлкен, мынадан кіші. Ортада орналасқан сандар деп тұр. Енді сол ортада орналасқан жай сандарды анықтаймыз. Жай сандар естеріңізде болса 5-ші сыныптың кітабында берілген еді. Ең басында бірінші беттерінде. Яғни бұл ортада орналасқан сандар 127, 131, 137, 139 деген сандар және 149 екен. Міне, осы сандар 123 пен 151-дің арасында орналасқан сандар, яғни Z деп тұрғанымыз сол сандар. Бұл тиісті болады, сонда Z-ке деп те алуға болады. Яғни мынаның мәні, Z-тің мәні, Z тиісті осындай сандарға. Түсінікті, 123-тен үлкен болған және 151-ден кіші болған жай сандар қатарын анықтап алдық. Құрметті оқушылар, жай сандар кестесі міне мына жерде берілген 1000-ға дейін математиканың 5-ші сыныптың кітабында көрсетілген осы. Яғни мынаны жазып алсаңыздар болады. Кішкене сіздерге пример ретінде көрсетіп отырмын. Келесі тапсырма төменде берілген сандардың жай көбейткіштерін табыңыз дейді. Бір есепті көрсетем, қалғандарын жеке өздеріңіз орындап шығасыздар, кейін менің орындағаныммен тексеріп аласыздар. Жай көбейткіштерге жіктейміз. Жай көбейткіш туралы жаңа сөйлестік. Жай дегеніміз бірге және жай сан дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Мына берілген сандардың жай көбейткішін анықтау үшін бірден басқа барлық сандарға бөліп шығамыз. Жай сандарға. Енді бір дегеніміз жай санға кірмейді ғой. Жай сан дегеніміз жаңа 2-ге және өзіне бөлінетін сандар. Ең кішісінен бастаймыз. Егер жұп болса 2-ден бастаймыз. Яғни бөліну мүмкін болған ең кішкентай, максималды ең кішкентай санды анықтаймыз. Мысалы 60 дегеніміз 2-ге бөлінеді. 2 деген жай сан. 60-ды 2-ге бөлсек 30 шығады міне. Бұны біз бұндан алдыңғы 1-2 есептерді қарастырғанбыз. Бұдан алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса. Яғни мынау осы ереже, яғни сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. Бұны қазір толығырақ түсіндірейін. 30 бірінші 2-ге бөлеміз. Ең кішкентай жай сан 2. 2-ге бөлінбесе 3-ге бөліп көреміз. Ол да жай сан. 3-ге бөлінбесе 5-ге бөлеміз. Жай сан. 5-ге бөлінбесе 7-ге бөлеміз. Дәл солай жоғарылап кете береміз. Ол үшін біз жай сандарды тани білуіміз керек. 30-ымыз тағы 2-ге бөлінеді. 2-ге бөле берем. Сонда 15 шығады. Енді 15-ім ең кіші жай сан 2-ге бөлінбейді, себеп бұл тақсан. Енді 3-ге сынап көреміз. Яғни 3-ге бөліне ме, бөлінбей ме деген. 3-ге бөлінеді, 3-ге бөлігі болады. 5 шығады. Енді 5 дегеніміз өзі жай сан. 5 5-ге ғана бөлінеді. Міне 5-ті 5-ге ғана бөле алам. Сонда 1. Міне мына жерде 1 шыққанға дейін бұны бөліп келем жай сандарға. Демек, бұл былай жазылады. 60 тең кім мынау? 5 көбейген. Мынау кім? 3 көбейген. Мынау кім? 2 көбейген. Мынау кім? 2. Бұны қысқаша былай жазамыз. Егер қайталанып тұрған сандар болса, мынау сияқты 5 көбейген 3 көбейген 2-ның квадраты, яғни 2 рет қайталану, 2 рет өз-өзіне көбею деп жазып қоямыз. 5-ті 3-ге көбейтсек 15, 15-ті 2-ге көбейтсек 30, 30-ті 2-ге көбейтсек 60. Міне 60 беріп тұр. Мына барлығы жай көбейткіштері. Кімнің? 60-тың жай көбейткіштері. Түсінікті ғой. 80-ді дәл осындай жолмен анықтаймыз. Жай көбейткіштерге жіктеп шығамыз. 2-ге бөлінеді. 86 жұпсан ғой. 43 шығады, дұрыс па? 43 дегеніміз өзі жай сан еді, естеріңізде болса. 43-ті 43-ға ғана бөле аламыз. Міне 1. Демек 86 дегеніміз, мына жерге жазып қояйық, 86 дегеніміз 2 көбейту 43-ге тең екен. Түсінікті ғой. Осындай жай көбейткіштерінің көбейтін түрінде жазамыз мына санның. 90-дікін анықтайық енді.
90-ды 2-ге бөлуге болады. Онда 45 шығады, дұрыс па? Ең кіші. 45 2-ге бөлінбейді. Енді 3-ге сынаймыз. 3-ге бөліне ма? Бөлінеді. 15 шығады. 15-ті тағы 3-ге бөлеміз ба? Бола ма бөлуге? Болса, демек 3-ге бөлеміз. 5 шығады. 5-ті қаншаға бөлеміз? 5-ге ғана бөле аламыз. Ол жай сан. 5-ті 5-ге бөлсек 1. Міне 1 шыққанға дейін орындадық. Енді 90 дегеніміз 2 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 5 деген екен. Мына 2 3-ті біз 3-тің квадраты деп жазуға болады. Түсінікті ғой, ықшамдап. 104 екен алайық. Жай көбейткіштерге жіктеп шығайық. 2-ге бөлінеді жұпсан болғандықтан ол 52 болады. Оны тағы 2-ге бөлуге болады. 26 болады. Оны 2-ге бөлуге болады. 13 шығады. Ол түп жай сан. Жай санды тағы өзіне ғана бөле аламыз. Сонда 1 шығады. Демек айтылып тұрған санымыз 104 тең 2 көбейген. 2-нің қаншаншы дәрежесі? 1, 2, 3. 3 рет өз-өзіне көбейген. Демек 2-нің 3-ші дәрежесі көбейген 13. Түсінікті ғой. Енді 116-ны анықтаймыз. 2-ге бөлеміз. 58 болады, дұрыс па? Бұл жұпсан тағы 2-ге бөлінеді. 29 болады. 29, яғни ол өзі жай сан. Демек, оны 29-ға ғана бөле алам. 1. Енді жазамын 116 тең 2-нің қанша рет көбейтіндісі? 2 рет көбейген 29. Түсінікті ғой. Енді 130-ды анықтаймын. 2-ге бөлуге болады. Мына жерде 65 болады. 2-ге бөлуге бола ма? 65-ті жоқ. 3-ге бөлуге бола ма? Қоссақ 11 шығады. 3-ке бөлінбейді екен. 3-ке бөлінгіштік ережесін бекерден бекер өткен жоқпыз. Яғни бөлінгіштік ережесі осы жерде қасиеттері қолданылады. 65 енді 5-ке бөлеміз. 5-ке бөлінеді. Мына жерде 5-тен кіші санға бөлінетін болса 5 деп жазуға болмайды. Ең кішісіне бөлуіміз керек. 1-ден басқа. 2-ке бөлінді, одан кейін 5-ке бөлінеді. Одан басқа кіші санға бөлінбейді екен. 13 шығады. 13-ті 13-ке ғана бөлеміз. Ол өз жай сан. Міне 1 шықты. Енді 130 дегеніміз жай көбейткіш түрінде жазатын болсақ 2 көбейген 5 көбейген 13 деген жай көбейткіштерден тұрады екен. Түсінікті ғой, кімге түсініксіз? Бас жақтан кішкене қарап түсініп алсын. Келесі берілген сандардың барлық бөлгіштерін табыңыз дейді. Бөлгіштерін анықтауымыз керек екен. 88-дің барлық бөлгіштерін анықтау үшін мен мына жерге былай жазам. 88-дің жай көбейткіштерін анықтаймын. Түсінікті ғой, жаңағы жолмен. 88 2-ге бөлінеді, 44 болады. Ол тағы 2-ге бөлінеді, 22 болады. Ол 2-ге бөлінеді, 11 шығады. 11-ді 11-ге бөлеміз, 1 шығады. Демек, мына жерде тұрғандардың барлығы оның бөлгіштері. Демек, 88 2-ге бөлінеді екен. 2-нің қанша данасы бар? 1, 2, 3 данасы бар. Демек, 2-ні 2-ге көбейткенге де бөлінеді деген сөз, ол 4. 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейткенге де тең деген сөз, ол 8. 8-ге де бөлінеді. 11-ге де бөлінеді. 11-ге. 22-ге де бөлінеді. Осы 88-дің астындағы оң жақ, сол жақ барлығы қарастырыла береді. 22-ге бөлінеді. 44-ге де бөлінеді 88. 44-ге де бөлінеді. 2 шығады, дұрыс па? 88 88-ге де бөлінеді. Ол 1-ге де бөлінеді деген сөз. 120-да дәл осылай анықтаймыз. 120 2-ге бөлінеді 60, 2-ге бөлінеді 30, 2-ге бөлінеді 15, 3-ге бөлінеді 5, 5-ге бөлінеді 1. Демек, қараймыз, 2-ге бөлінеді екен. 2-нің 2 4-ге бөлінеді екен. 2-нің 3-і ол 8-ге бөлінеді екен. 2-нің 3-і ғана бар екен. 3-ге бөлінеді. 5 5-ге бөлінеді. 3 пен 5-дің көбейтіндісі 15-ге бөлінеді. 30-ға бөлінеді. 60-ға бөлінеді. Өзіне бөлінеді. 1-ге бөлінеді. 12-ге бөлінеді. Тағы сондай сандар қалып кеткен болуы мүмкін. Мына жерді пайдаланып, яғни қаншаға бөлінетін барлығын анықтап шығуға болады. Енді 42-ні анықтаймыз. 42 42 2-ге бөлінеді 21, 3-ге бөлінеді 7, 7-ге бөлінеді 1. Демек 42-ні 2 деген бөлгіші бар, 1 дегені бар, 42-ге бөліну мүмкін, 21-ге бөліну мүмкін, 7-ге бөліну мүмкін, 3-ге бөліну мүмкін, және
21 болды. 6-ға бөлінуі мүмкін. Дұрыс па? 3-ті 2-ге көбейткенге бөліне алады. 7-ні 3-ге көбейткенге бөліне алады. 42 және 14-ке бөлінеді. Дұрыс па? 14-ке де бөлінеді. 150. 150-нікін анықтаймыз. 150 дегеніміз 2-ге бөлінеді. 75, 3-ке бөлінеді. 25, 5-ке бөлінеді. 5-ті 5-ке бөлсек 1 болады. Демек 150-дің бөлгіштері 2, 1, 150, 3, 5. Енді 2-ні 3-ке көбейтсек 6. 150 деген 6-ға да бөлінеді. 6-ға бөлсек 2-ке бөлсек 75. 25 шама 25 екен, 6-ға бөлінеді екен. Одан кейін 15-ке бөлінеді екен, яғни 3 пен 5. Одан кейін 5 пен 5 25-ке бөлінеді екен. 75-ке бөлінеді екен. Міне оның бөлгіштері. 250-ді анықтаймыз. 250 ол 2-ге бөлінеді. 125 шығады. 3-ке бөліне ма? 1, 8 жоқ, бөлінбейді екен. 5-ке бөлінеді. 5-ке бөлсек 25, тағы 5-ке бөлінеді. 5, 5, 5-ке бөлінеді. 1. Демек 250 дегеніміз 2-ге, 5-ке, 25-ке, 125-ке бөлінетін сан екен, және 10-ға бөлінеді. Дұрыс па? Сосын 50-ге бөлінеді. Дұрыс па? Осындай бөлгіштері бар екен. Қалып кеткендер болса, толықтырып қойсаңыздар болады. Келесі, берілген сандардың ортақ бөлгіштерін табыңыз. Ортақ бөлгіштерін анықтайтын кез келді. Ортақ бөлгіштерін қалай анықтаймыз? Мына жерге кішкене рет-ретімен жазып шығамыз. Ортақ бөлгіші қалай анықталады? Ортақ деп өзі айтып тұр, екеуіне де ортақ. 50-ді жазам. Бөліп шығам. 50 2-ге бөлінеді, 25, 5-ке бөлінеді, 5, 5-ке бөлеміз, 1. Міне, бұл 50-дікі. Енді 80-ді жазам. 50 және 80 деген ғой. 80-ді жаздым. 2-ге бөлінеді 40, 2-ге бөлінеді 20, 2-ге бөлінеді 10, 2-ге бөлінеді 5, 5-ке бөлінеді 1. Міне. Енді екеуінің де құрамында қайталанып тұрған сандар көбейтіндісін алуымыз керек. Сонда ортақ бөлгіші табылады бұлардың. Ортақ бөлгіштері 50 және 80-ге қанша екен? Мына жерге алдына жазып қоям, сыймағандықтан. Екеуінде де 2 бар. Қанша 2 бар? 1 2 бар. Демек екеуі де 2-ге бөлінеді. Екеуінде де 5 бар, дұрыс па? 5 бар екеуінде де. 1-ден 5-ге бөлінеді. Демек сол беріліп тұрған екеуінде де қайталанып тұрған сандардың көбейтіндісін алам мен. 2 мен 5 тең 10. Ортақ бөлгіштері 2, 5 және 10. Екеуі де 2-ге бөлінеді, екеуі де 5-ке бөлінеді, екеуі де 10-ға бөлінеді деген сөз. Түсінікті ғой. Сонда 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінеді деген сөз. 2-ге де 5-ке де бөлінсе, ол екеуінің көбейтіндісіге де бөлінеді деген ереже бар сандардың бөлінгіштік ережесінде. Демек 2, 5, 10. Және 1 бар. Дұрыс па? 1 бар. Келесі 24, 30. Оны да дәл солай анықтаймыз. 24-тікін анықтайық. 24 2-ге бөлінеді 12, 2-ге бөлінеді 6, 2-ге бөлінеді 3, 3-ге бөлінеді 1. Келесі біреу 30. 2-ге бөлінеді 15, 3-ге бөлінеді 5, 5-ге бөлінеді 1. Екеуінің де құрамында жазылып тұрған сандарды жазып шығамыз. Екеуінің де құрамында, яғни бөлгіштер, жай көбейткіштері бар ғой. Соны анықтаймыз. Екеуінде де 2 бар. 1-1-ден. Кем дегенде 1-1-ден 2-сі бар. Демек 2-ге бөлінеді. Екеуі де 2-ге бөлінеді. Біреуі. Екеуінде де 3 бар, дұрыс па? Міне 3 бар. Екеуі де 3-ге бөлінеді. 2-ге де 3-ге де бөлінсе, ол 6-ға да бөлінеді, себебі екеуінің көбейтіндісіге. Демек бұлардың ортақ бөлгіштері 2, 3, 6 екен. Түсінікті ғой. Осы жерден әдем табуға болады, көрдіңіздер ғой. Келесі 80 мен 48-ді анықтаймыз. 82-ге бөліміз 40, 2-ге бөлінеді 20, 2-ге бөлінеді 10, 2-ге бөліміз 5, 5-ге бөліміз 1.
48'de анықтаймыз. 48 2 бөлінеді 24, 2 бөлсек 12, 2 бөлсек 6, 2 бөлеміз 3, 3-ке бөлеміз 1. Екеуінің де құрамында қайталанып тұрған сандарды аламыз. 2 бар, 1 дана 2. Міне, екеуінде де 2 бар. 2 десе, демек 2-нің көбейтіндісі деген сөз. 2 қаншаны береді? 4-ті береді. Екеуі де 4-ке бөлінеді. Екеуінде 1-де 3 бар екен. 3-нің көбейтіндісін алам. 8 шығады. Демек, екеуі де 8-ге бөлінеді. Екеуінің де құрамында 4 бар екен міне. 4-міз 16-ны береді. Дұрыс па? Екеуінде де 4 данадан 2 бар, 16. Демек, 16. 80 мен 48 2-ге де бөлінеді. 4-ге де, екеуі де сондай санға бөлінеді. 4-ге бөлінеді, екеуі де 8-ге бөлінеді, екеуі де 16-ға бөлінеді деген сөз. Оның барлығын мына жерден тауып отырмыз. Түсінікті? Келесі 40 пен 32-нің ортақ, яғни екеуіне де тиетін бөлгіштерін анықта дейді. 40-тікін ортақ көбейткіштерін, жай көбейткіштерін анықтайын. 2-ге бөлем 20, 12-ге бөлем 10, 2-ге бөлем 5, 5-ке бөлеміз 1 шығады. Келесі 32. 32-ні 2-ге бөлеміз 16, 2-ге бөлеміз 8, 2-ге бөлеміз 4, 2-ге бөлеміз 2, 2-ге бөлеміз 1. Екеуінің де құрамында қайталанып тұрған 2 бар, 1 дана, 1-1-ден. Демек, 2-ге бөлінеді деген сөз. Екеуінде де 2 бар екен. Демек, ол екеуінің көбейтіндісін аламыз. Ол 4-ті береді. Екеуі де 4-ке бөлінеді деген сөз. Сіздер тексеріп көрсеңіздер болады. Екеуінде де 3 бар, дұрыс па? 3 дана 2-нің көбейтіндісі 8-ді береді. Демек, екеуі де 8-ге бөлінеді. Енді болды. Екеуіне де ортақ басқа сан қалған жоқ, я? 1-де 2 бар, 1 дана, 1-де 2 дана 2 бар, 1-де 3 дана 2 бар. Олардың көбейтіндісін алдым. 2-ге, 4-ке, 8-ге бөлінеді екен. 40. 2-ге де 4-ке де 8-ге бөлінеді. 32. 2-ге, 4-ке, 8-ге бөлінеді. Яғни ортақ бөлгіші дегеніміз осылай анықталады. Түсінікті? Келесі 7-ші тапсырмада 18 кісілік орыс және 24 кісілік француз турист топтары қонақ үйлерге орналасты. Бірде елдің азаматтары бір бөлмеде және барлық бөлмеде теңдей 5-тен көп туристер болу үшін неше бөлме керектігін анықтаңыз. 5-тен көп деп тұр. 5-тен көп. Бірде елдің азаматтары бір бөлмеде және барлық бөлмеде теңдей, екеуіне теңдей орналасу керек екен. Анықтаймыз. 18-дің бөлгіштерін анықтаймын, жай көбейткіштерін. 2-ге бөлу болады 9, 9 3-ке бөлінеді 3, 3-ті 3-ке бөлеміз 1. Бұл 18-дік. Сонда 18-дікі 2 көбейту 3 көбейту 3 деген сөз. Келесі 24. 24-дікі 2-ге бөлуге болады 12, 2-ге бөлуге болады 6, 2-ге бөлуге болады 3, 3-ке бөлеміз 1. Демек 24-дікі тең екен 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 3 екен. Дұрыс па? Енді ортақ екеуіне де 5-тен көп деп тұр. Екеуінің де құрамында 1-1-ден 2 бар. Аламын 2-ні көбейту. Екеуінің де құрамында 1-ден 3 бар. Көбейту 3-ті аламын. Енді екеуінің де құрамында қайталанып тұрған тағы бірдей сан бар ма? Жоқ. Демек 2 мен 3-тің көбейтіндісін аламын. 6. 5-тен үлкен деді. 5-тен үлкен 6 бар. Демек 18-де 24-де теңдей бөле алатын 6 бар екен. Түсінікті ғой, жоға жақта орындағандай. 18-де бөлем 6-ға 3. Демек бір бөлмеге 3 орыс турист кіреді екен. 24 французды 6-ға бөлсем қанша болады? 4. Бір бөлмеде 3 орыс, 4 француз турист орналасады екен. Екеуіне де теңдей бөлінді. Түсінікті ғой, Келесі 36 және 24 сандарының неше ортақ бөлгіштері бар дейді. Жаңағыдай орындаймыз. 36-ны бөлеміз, яғни жай көбейткіштерге жіктеп шығамын. 2-ге бөлінеді 18, 2-ге бөлінеді 9, 3-ге бөлінеді 3, 3-ге бөлінеді 1. 24-ті анықтаймыз. 24-ке 2-ге бөлінеді 12, 2-ге бөлінеді 6, 2-ге бөлінеді 3, 3-ге бөлінеді 1. Енді неше дана дейді. Екеуінде де 2 бар. 2-ге бөлінеді. Екеуінде де 1-де 2 дана 2 бар. 2-2-нің көбейтіндісі 4. Демек екеуі де 4-ге бөлінеді.
Екеуінде де бірдей 3 бар. 3. Екеуі де демек 3-ке бөлінеді. Екеуінде де 2 мен 3-ке бөлінеді. Демек олар 6-ға да бөлінеді. Осы екеуінің көбейтіндісі. Екеуінде де 2 мен 3 берді. Болды, е? 36 мен 24. Демек, берілген санымыз екеуінде де 2 мен 6 бар. Демек 12 бар. Берілген санымыз 2-ге 4-ке 2-ні 2-ге көбейттім. 4, 13-ке көбейттім. Сонда 12 шықты. Дұрыс па? Екеуі де 2-ге 4-ке 3-ке 6-ға 12-ге бөлінеді екен. 36-ны 2-ге бөлуге болады. 4-ке 3-ке 6-ға 12-ге. 24-ті дәл солай бөлуге болады. Екеуінің ортақ 1, 2, 3, 4, 5 таны несі бар екен? Бөлгіштері бар екен. Қалай орындағанын түсіндіңіздер ғой. Яғни мына жерден ортақ көбейткішке жіктеп шықтым. Соның ішінен қайталанып тұрған, екеуінде де қайталанып тұрған сандарын алып шықтым. Келесі тапсырмамыз, яғни 9-шы тапсырма. Әдемі есептер беріліпті. Берілген сандардың ортақ бөлгіштерін табыңыз дейді. Ортақ бөлгіштерін. 12-нің және 21-дің. 12-ні анықтаймын. 2, 6 болады. 2, 3 болады. 3, 1 болады. Келесі 21-дікі 2-ге бөліне ма? Бөлінбейді. 3-ге бөлінеді екен. 7 шығады. 7-7-ге ғана бөлінеді. Жайсан ғой. Енді екеуінде де қайталанып тұрған санды табамыз. Екеуінде де 3 қайталанып тұр. Басқа қайталанып тұрған сан көріп тұрсыздар ма? Жоқ. Демек 12 және 21-дің ортақ бөлгіштері тек қана 3 екен. 12-ні 3-ге бөлсек болады. 4 шығады. 21-ді 3-ге бөлуге болады. 7 шығады. Болды, басқа ортақ бөлгіші жоқ. 48 бен 36-ны анықтаймыз дейді. 48-дікі 2-ге бөлуге болады. 24, 2-ге бөлсек 12, 2-ге бөлсек 6, 2-ге бөлсек 3, 3-ге бөлеміз 1. Міне 48. 36-ны анықтаймыз. 36 2-ге бөлінеді 18, 2-ге бөлінеді 9, 3-ге бөлінеді 3, 3-ге бөлеміз 1. Екеуінде де қайталанып тұрған 2 бар. Ортақ 2-ге бөлінеді екен. Екеуінде 2 дана 2 болды. Ол көбейтіндісі 4-ті береді. 4-ге бөлінеді. Екеуінде ортақ 3 бар. Міне 1-1-ден. Кемінде екеуінде де 1-дей болу керек. 1-1-ден. Мынада 2 дана 3 болғанмен, мына жақта 1 дана. Сондықтан 1-1-ден аламыз. 3-ге де бөлінеді. Енді мына жаңа 4 бар ғой. Сол 4-тің 3-ге көбейтіндісі. Ол 12-ге бөлінеді. Сосын 1 2-нің 3-ге көбейтіндісі. Ол 6. 2-ге, 4-ге, 3-ге, 12-ге, 6-ға бөлінеді екен. 48-ді дәл осы санға бөлуге болады. 36-да дәл осы санға бөлуге болады. Екеуінікі ортақ. Түсінікті ғой, ортақ дегеніміз қиын емес деп түсінемін. Яғни оны ұғыну. 32-нікі 2-ге бөлеміз. 16 шығады. 2-ге бөлеміз. 8 шығады. 2-ге бөлеміз. 4 шығады. 2-ге бөлеміз. 2 шығады. 2-ге бөлсек 1 шығады. 2-нің 1, 2, 3, 4, 5-ші дәрежесі екен, 2-нің дәрежесі бойынша. 75 3-ге бөлінеді. 25 шығады. 5-ге бөлінеді. 5 шығады. 5-ге бөлеміз. 1 шығады. Екеуінде қайталанып тұрған сан бар ма? Бірден басқа сан жоқ. Екеуінде де қайталанып тұрған. Яғни ортақ бөлгіштері 1 екен. Жоқ. Кешіресіздер. Мына біреуінікі. Ортада біреу қалып кетіп 32 мен 24 деген. Қазір орындаймыз онда. Мынаның ортақ бөлгіштері 1. Олар өзара жай сандар екен. Өзара жай сан деген ережемен танысқанбыз, естеріңізде болса. Жоғары жақта 32 мен кешіресіздер, 32 мен 75 деп алып кеттім ғой мына жерде. 75 емес, 35 пен кім? 24. 24 аламыз. 24-ке 32 мен 24. 2-ге бөлуге болады, 12 шығады. 2-ге бөлуге болады, 6 шығады. 2-ге бөлуге болады, 3 шығады. 3-ге бөлсең 1 шығады. Екеуінде де қайталанып тұрған 1-дей 1-2 бар. 2-ге бөлінеді деген сөз. Екеуінде де 2-2 бар. 4-ге бөлінеді. Екеуінде де 3-2 бар. 8-ге бөлінеді. Басқа жоқ, Демек, енді 2-нің жоғары жақта. 2-ге, 4-ге, 8-ге бөлінеді. Ал мына жер ондай емес. Шатасып кетті мына жер.
32-ні 2-ге 4-ге 8-ге бөлуге болады. 24-ті де дәл солай 2-ге 4-ге 8-ге бөлуге болады деген сөз. Түсінікті. Келесі 25 пен 75. 25-тікін анықтаймыз. 5-ге бөлінеді, 5 шығады. 5-ге бөлеміз, 1 шығады. 75-ті анықтаймыз. 3-ге бөлінеді, 25 шығады. 5-ге бөлеміз, 5 шығады. 5-ге бөлеміз, 1 шығады. Екеуінде де қайталанып тұрған 1 5 бар. Демек, екеуі де 5-ге бөлінеді. Екеуінде де қайталанып тұрған 2 5 бар екен. Демек, ол 2 5-тің көбейтіндісі 25 болады. Демек, 25-ті 5-ге бөлуге болады, және 25-ге бөлуге болады. 75-ті де 5-ге, және 25-ге бөлуге болады. Екеуіне ортақ болған 5 пен 25 деген сөз. Түсінікті ғой, екеуіне де ортақ. Соңғысы 24 пен 72. 24 пен 72. Міне 72. 2-ге бөлсек 12, 2-ге бөлсек 6, 2-ге бөлсек 3, 3-ге бөлсек 1. 2-ге бөлсек 36, 2-ге бөлсек қанша шығады бұл? 2-ге бөлсек 18 шығады, 18, 2-ге бөлсек 9, 3-ге бөлсек 3, 3-ге бөлсек 1. Екеуінде де қайталанып тұрған 2 бар екен. Демек, екеуі де 2-ге бөлінеді. 2 дана 2 бар екен, 4-ге бөлінеді. Екеуінің көбейтіндісі 3 дана 2 бар екен, 8-ге бөлінеді. Екеуінде де 1 3 бар екен, 3-ге бөлінеді. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, демек 6-ға бөлінеді. 3-ті 4-ге бөлінсек 24, 24-ге бөлінеді. 3-ті 8-ге көбейтсек 32, яғни жетпей қалады. Демек 24, 3-ті 4-ге көбейтсек 12, 12-ге де бөлінеді деген сөз. Яғни 24 пен 72-нің жалпы ортақ бөлгіштері осы сандар екен. Түсінікті ғой. Бүгінгі тақырып осымен тамам. Кімге түсініксіз болса, видеоны қайтадан басынан көріп, бірнеше рет қайталауына болады. Қайталап, түсінбеген жерлеріңізде қайта көрулеріңізді ұсынамын. Сосын өз-өзіңізді бағалаңыз мына жерде. Қайталау білім анасы.